Қазір Қазақстан бойынша ең арзан көгілдір отын Қызылорда қаласында. Қаланың барлық тұрғындары арзан газдың қызығын көргендеріне көп болған жоқ. Өкінішке орай, енді оның бағасы көп ұзамай қымбаттайтын болады. Өйткені Түркменстаннан Қытайға тартылатын газ құбырына жолдағы барлық ілеспе газдар қосылып, араласып, тұрғындарға қайтадан басқа бағамен сатылмақшы. Бүгін парламент сенатында осы Қытайға қосымша газ құбырын тартуға байланысты тиісті құжат қабылданды. Жоғарғы палатада бұдан да басқа заң жобалар қаралды. Ғабит Ұзақбай жалғайды. Қала тұрғыны Айгүл Нағашыбаева осынан бірер жыл бұрын ғана үйіне газ кіргенде қатты қуанған еді. Өйткені осы көгілдір отынның арқасында әсіресе әйелдердің жұмысы біршама жеңілдеп қалған. Ұқыпты пайдалану үшін қымбат болса да есептеуіш құралын қондырған. Бірақ газ бағасы қымбаттайды деген сөз Айгүл сияқты барлық қала тұрғындарын абыржытып отыр. Кеше ғана декабрьде қымбаттаған газ енді тағы да ертең күзде қымбаттайды деп жатыр. Енді білмеймін, оны өзімізде өндіріледі газ деген мұнай шығып жатыр. Енді қарапайым халықтың жағдайын ойлау керек сияқты. Қымбаттаудың себебі Қытайға тағы да қосымша газ құбырын салумен байланысты болып тұр. Қазір шығыстағы көршімізге Түркмен мен Өзбектің газы біздің ел арқылы екі құбырмен тасымалдануда. Осы уақытқа дейін 54 миллиард текше метр газ Қытайға жеткізіліп, еліміз 1 миллиард доллар көлемінде табыс тапқан. Енді қосымша тағы бір құбырды іске қосу жоспарлануда. Мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев осыны заңдастыратын тиісті құжатты бүгін сенаторларға таныстырды. Жалпы алғанда одан пайда түспейді деп айта алмайсыз, бірақ бүтін бір облыс орталығының халқына түсер салмағы ауыр болайын деп тұр. Қазақстандағы ең арзан газ қазір Қызылорда қаласында 1000 текше метрі қазір 5-ақ мың теңге. Ал Алматы, Оңтүстік Қазақстан облыстарына ол 21-22 мың теңге. Сондықтан да мына Бейнеу, Бозой, Самсоновка газ құбырына осы ілеспе газ қосылады деген әңгіме бар. Сондықтан ол қосылып араластырылған газ Қызылорда қаласына берілген кезде оның бағасы көбейеді дейді. Осы туралы сіздің пікіріңіз қалай? Өйткені меморандум ол тегін ілеспе газбен жасалған болатын. Сондықтан да мына Қызылорда қаласының халқы осыған алаңдаулы. Ортаң бір баға болады негізінде, бірақ жаңағы арзан газды алып отырған мекемелер, онан кейін Қызылординская тест дейміз, жаңағы тұрғындар бір жылда өзгеріп кетпеу үшін осы газдың ортаңдатылуын бір 3-4 жылға созамыз ба деп ойлаймыз, бірақ одан басқа шешімі жоқ. Егер басқа шешімі болмаса, онда Қызылорда қаласында бәрібір газ бағасы қымбаттайды деген сөз. Өйткені мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев сенаторлардың қойған сұрағына орай Қызылорда қаласындағы газ бағасы сол күйінде сақталады дегенді нақтылап айта алмады. Соған қарағанда жергілікті тұрғындар үлкен шығынсыз жетіп жатқан жер байлығынан айырылуы мүмкін. Анау Қарағымнан құм арасына келіп атқан труба, онан газопроводқа қандай қатысы бар? Ол тем более ол попутный газ, ол газ ертең бір Құдай қаласа 15-20 жылдан кейін таусылатын газ ол. Таусылғаннан кейін қоссыңдар енді оның бәрін. Соншама халық дәбір жетіп. И так мазасы жоқ халықтың. Экология айпат, басқа айпат деп нетіп жүрген. Енді ғана қуанып, енді ғана ойпырмай біздің де көзіміз жетті ау, мына оңтүстік сияқты, мына арқа сияқты. Енді ғана бір газ деген бір Құдайдың берген бір несін рахаттанып пайдаланамыз ба деп отқанда, тағы бір әсейін шығарасыңдар. Сенатта қаралған келесі заң көлік мәселелерін реттеу туралы құжат. Бұл әсіресе бүтін жолдарды қиратып жатқан ауыр жүк көліктерін тәртіпке шақыруға арналған. Өйткені қос доңғалаққа түсетін салмақ 10 тоннадан аспауы керек. Ал кейбір қытайлық жүк көліктердің салмағы бұдан 2-3 есеге артық. Енді болашақта ондай көліктердің жүруіне шектеу қойылады. Ішімізде жүріп жүрген жаңағы қытайлық автокөліктер, біз оларға қазіргі кезде енді заң жобасымен де көздеп отырмыз. Олар бірте-бірте 2015 жылдары олар осындай салмақ ауыр габаритті, ауыр салмақты жүк автокөліктері, осы корейлік автокөліктері, олар осындай жалпы пайдаланымдағы жолға шықпау керек. Осындай талап бар заңда. Егер заңдағы талапты бұзатындар болса, оларға салынар айыппұл көлемі қомақты 200-ден 1000 айлықтық есептік көрсеткішке дейін шығындалады. Яғни 350 мың теңгеден бастап 2 миллион теңгеге дейін айыппұл төлеулеріне тура келеді. Бұл жолдардың сапасын сақтау үшін қажет дейді тиісті ведомствоның өкілдері. Ғабит Ұзақбай, Гүлжан Қалтайқызы, Қазақстан ұлттық арнасы.